Ballar bәріміз бері қарайып, орнымыздан тұрамыз. Сергіту сәтін жасап алады, балар кішкене. Оң қолымда 5 саусақ, сол қолымда 5 саусақ. 5-ке 5-ті қосқанда болар екен 10 саусақ. Тамаша отыра ғой. Балалар, бүгін бізде сөйлеуді дамыту сабағы өтеді. Қазір бізге кәнеге бері қараймыз. Оқушы қалай отырады, балалар? Кәне оқушы қалай отырады, Тимур? Қазір сөйлеуді дамыту сабағынан біздің бүгінгі тақырыбымыз мамандықтың бәрі жақсы. Мінекей балалар, мамандық деп отқанымыз не, балалар? Кім айтады, мамандық деп отқанымыз не? Қандай мамандықтың түрлері білеміз? Дәрігер, тағы да басқамыз қандай тағы мамандықтар бар? Саяхатта қандай мамандықтар бар? Болып отыр ғой. Шаштаразбен полицейский бар, тағы да суретші, құрылысшы апайлар екен, иә? Мінекей балалар, олай болса қазір бәріміз тыңдаймыз, мұқият отырып тыңдайық. Мамандықтың бәрі жақсы деп, мінекей кез келген мамандыққа тоқталатын болсақ, мысалы, мынау қандай мамандық балалар? Қарай. Аспазшының міндеті не? Тамақ пісіру. Қандай тамақтар пісіреді? Дәмді тамақтар пісіреді. Үйде мысалы кім тамақ пісіреді сіздер үйлерде? Мамаларым пісіреді. Мамаға рахмет айтамыз ба? Ислап кеткен қоқыш. Тамаша, мамаларымыз асханада жүр, тамақ пісіреді, ас үйде жүр. Ал мынау қандай? Дәрігердің міндеті не, балалар? Ауырып қалған адамдарды емдейді. Ең бірінші адамға жұмыс істеу үшін не керек, балалар? Денсаулық керек. Денсаулығымыз жақсы болса, жұмыста істейміз, ойнайда аламыз, жүреміз, тұрамыз, қыдырамыз. Ең бірінші денсаулық керек. Біздің денсаулығымызға қарайтын дәрігер апай екен. Тамаша. Келесі қандай жұмыс қалар? Құрылысшылар не істейді, балалар? Үй істейді. Атбасардағы үйлердің бәрін кім істеді? Құрылысшы ағай. Астанада қаншама жаңа үйлер. Біздің Атбасар қаласында қаншама жаңа үйлер салынады. Ол үйлердің бәрін кім салдырды? Құрылысшы. Тамаша. Келесі. Мұғалімнің міндеті? Жақсылыққа үйрету. Тағы да? Оқытады, жазғызады, әріптерді үйретеді. Жақсылық жасауға үйретеді. Сабақты мінекей мұғалімнің міндеті көрсетеді. Келесі. Кім дейміз мұны? Жүргізуші ағай КамАЗ. Ол КамАЗбен не тасиды? Ол КамАЗбен груз тасиды. Груз тасиды, ауыр тасиды. Тамаша, келесі. Тігінші мамандар не істейді, балалар? Мына үстеліндегі қараңыз, қандай әдемі киімдер бар. Осының барлығын біздің тігінші апайлар тігіп жатыр. Барлығымызға жеткілікті киім, әдемі киімдер. Қыс киім болсын, жаз киім, көктем күзгі барлық киімдерді осы тігінші апайымыз тігеді екен, иә? Дұрыс айтасың, дұрыс. Мінекей, мына жерде кім мына? Суретші. Суретші не істейді? Осылай әдемі суреттердің бәрі суретші ағай немесе апай салады екен, иә? Арамызда суретшіміз бар ма? Кім сурет жақсы салады? Айзере жақсы, Аял жақсы, тақым. Тамаша, Алдияр, Жеңіс. Бізде ең күшті сынымызды сурет салатын бізде Дәрия керемет салады, иә? Дәрияның суреттері керемет, тамаша. Жақсы, тамаша. Енді балаларым, мыналарды кім деп атайды? Спортшылар. Спортшының міндеті не? Балаларды үйрету, денсаулық. Жақсы. Спортпен айналысқан баланың денсаулығы өте жақсы болады екен, иә?
өте жақсы болады. Ары қарай енді қараймыз, мінекей мына жерде жаңа құрылысшы мұғаліммен таныстық. Енді балалар, мына кім? Өрт сөндіруші. Оның міндеті өрт болмау үшін біз қандай бала болып өсуіміз керек? Тәртіпті болуымыз керек. Өрт қайдан болады? Қайдан пайда болады балалар? Өрт пайда болады, үйдегі балалар сіріңкені ұстаса, қолдарымен сіріңкеге жағуға бола ма? Жоқ. Ары қарай енді қараймыз, мінекей мына жерде жаңа құрылысшы мұғаліммен таныстық. Енді балалар, мына кім? Өрт сөндіруші. Оның міндеті өрт болмау үшін біз қандай бала болып өсуіміз керек? Тәртіпті болуымыз керек. Өрт қайдан болады? Қайдан пайда болады балалар? Өрт пайда болады, үйдегі балалар сіріңкені ұстаса, қолдарымен сіріңкеге жағуға бола ма? Жоқ. Егер де сіріңкемен ойнаған артында не болып шығады үйде? Өрт болады. Сондықтан біз тәртіптіміз, ата-аналарымыз жұмысқа кеткенде сіріңке ұстаймыз ба? Жоқ. Газға жақындаймыз ба? Жоқ. Газға жақындауға болмайды, сіріңкені ұстауға болмайды. Мінекей өрт сөндіруші ағайларымыз осындай жағдайда өрт сөндіруге жылдам болған кезде үйден шығу керек. Үйден шығу керек, дұрыс айтады. Өрт болған кезде үйден шығу, дайын отыруымыз керек, өрт болмау үшін қолымызға сіріңкені ұстамау керек. Жақсы, келесі ары қарай. Балаларына кім? Аспанда жүреді. Ұшқыш. Ол не істейді ұшқыштың міндеті? Немен ұшады? Самолеттің қазақшасы не? Ұшақ. Вертолеттің қазақшасы тікұшақ. Ракетамен ұшады. Ұшқыш ағайларымыз мінекей. Жоғарғы шыққанда тоқтарауға кіріп бар, қағым бар. Талғат ағайымыз бар, ұшқыштардың міндеті жоғарыға көтеріліп ұшу. Келесі кімді орыптаймыз? Полиция міндеті? Ұрлықшыларды ұстау. Ұрлықшыларды ұстау. Айзеледен басқамыз айтайық қайтшы. Ұрлықшыларды ұстау. Ұрлықшы балалар қайдан пайда болады? Айтыңдаршы. Тәртіпсіз балаларды ұстау болады, Біздің ортамызда тәртіпсіз бала бар ма? Тәртіпсіз бала жоқ. Бізде бәрі тәртіптіміз ғой. Бізде тәртіп бұзған бала жоқ. Бәрін тамашасына мінекей тәртіпсіз балаларды, бұзақылық жасаған, төлеген балаларды полиция ұстап алады екен, Сондықтан тәртіпті болуымыз керек. Ең бірінші балалар, тәртіп болмаса ештеңе де болмайды. Сондықтан тәртіпті болуымыз керек. Жаңа дәрігерді айтты, дәрігердің міндеті Мирас, дәрігер міндеті ауырған балаларды емдеп, денсаулық болу. Тамаша. Айзелі сабаққа өте жақсы қатысып отыр балалар. Енді қарындаш балалар, мына жерде ата-аналардың мамандығы деп тұр. Енді қазір кезек-кезек сіздерден сұрайын, үйде ата-аналарының қандай мамандықтары бар екен? Ал Айзеледен бастап, папаның мамандығы қандай? Қайда жұмыс істейді? Құрылысшы. Тамаша. Әминім, маманың папаның мамандығын айта алшы, қайда істейді? Мирас. Қайда істейді маманың папаның? Алдияр, папам қайда жұмыс істейді? Қайда жұмыс істейді папам? Қайда жұмыс істейді? Негізі апам жұмыста істейді. Қайда жұмыс істейді? Мамандығы не папалары, мамалары? Қайда жұмыс істейді? Папа істейді. Негізі папам жұмыста істейді. Жұмыста істейді, қайда істейді? Ата-аналардың мамандығы не? Және қайда жұмыс істейді? Біліп жүріңдер, жас ма? Пойызды? Банкта істейді. Жақсы. Жеңіс, мама қайда жұмыс істейді? Папа қайда жұмыс істейді? Білуіміз керек. Темір, түзіп отырамыз. Мама қайда жұмыс істейді?
қайда жұмыс істейді? Әкеміз қайда жұмыс істейді? Қайда жұмыс істейді? Злостание. Жарайды, Астанада. Менің папам мұғалімсі, менің мамам мұғалім. Мамасы мұғалім екен, иә? Мансұрдың мамасы мұғалім, осы біздің мектепте істейді, иә? Папасы дүкенші, иә? Дүкенде істейді. Тамаша. Ислам, папа қайда жұмыс істейді? Айта ғой. Өз ойларын айтыңдар балалар. Қайда жұмыс істейді? Пойызда? Жақсы. Мама қайда жұмыс істейді? Жұмыс істейді ме? Жоқ. Балнұр, мама қайда жұмыс істейді? Мама тамақ пісіреді дейді, ал папа қайда жұмыс істейді? Қайда жұмыс істейді? Қандай? Жүргізуші. Мирас, папа қайда жұмыс істейді? Пойызда. А мама? Жұмыс істемейді, үйде баламен отырады, иә? Ал аяғы, папа қайда жұмыс істейді? Папасы полицияда істейді. Біздің аяғы бүгін полиция екен. Өскенде полиция боласың ба? Қандай тамаша. Мама қайда жұмыс істейді? Мама қайда жұмыс істейді? Мама үйде кішкене бөпемен отырады, иә? Тамаша. Тамаша балалар. Мінекей, мамандық, әр мамандықтың өзінің несі бар? Еңбегі. Мама бұл асханада. Асханада жұмыс. Сол үшін асханасы өскен асханасы болған. Ал енді балалар, олай болса, қазір барлығымыз бір мамандықтың өскенде естісі боламыз, иә? Бір мамандықтың естісі боламыз. Енді сіздерге құрметті қонақтар, балалардың дайындап берген өз өнерлері бар екен. Оларға енді бағалайсыздар деп ойлаймын. Әнекей, тақпағымызбен ақырын бір-бірден шығамыз. Бірінші кімнен бастаймыз? Мен. Аспазшыдан бастаймыз. Бәріміз де шығамыз балалар. Балалар, тыныш отырамыз. Мирас. Тақпағын қаттырақ айта ғой. Ал аспазшы апайымызды тыңдаймыз барлығымыз. Жақсы тамақ пісіп, өнерлі бала боламын. Мен сіздерге тәтті бауырсақ әкеліп бердім. Үстел үсті қоясың солай, қой. Айзере, қойда мұнда кел. Тамаша. Келе ғой, Айзере. Біздің Айзере балалар аспазшы болады екен өскенде, иә? Ал келесі. Келе ғой, Тимур, келе ғой. Қолда темір қағып сабабын, шапасында амайтан әжекова сағамын. Тамаша, отыра ғой. Өскенде кім боласың? Кімнің киімі? Әжеке? Әжеке? Кімнің киімі деп ойлайсыздар балалар? Тамаша. Біздің арпасарды көріп екен дейді өскенде, иә? Қандай тамаша. Келесі. Мен соны кім жеңіс келе ғой? Жеңіс. Кіртің қайда? Үрерің қайда? Кіртің қайда? Ал. Кімнің киімі деп ойлайсыздар балалар? Біздің арпасарды көріп екен дейді өскенде, иә? Қандай тамаша. Келесі. Мен соны кім жеңіс келе ғой? Жеңіс. Кіртің қайда? Үрерің қайда? Кіртің қайда? Ал. Қадір беріңіз. Қадіріміз бозылмас,
mamandığınız ne? Taksi sekeydi. Taksi seğerlisken dikkat bakalım. Taksi de var. Taksi. Ne başına? Ne başına? Hadi mi? 500 TL'ye apartmastaydı. Hani bir taksi gerek olsa Jim saat çakıra koyasın ya. Oturalım. Tamaşa. Kendisi. Hazır takvamda da o kilo. Takvamda var babalar. Evet. Aralar mama kemudian batalan tukang terus kalau batas mata bohong. Tamaşa oturalım. Asbaydan. Kendisi kilo. Nasıl kilo? Kendisi vallahi tındağda oturalım. Sizde de cenab-ı Hak koyun. Bazımız takvamda. Futbolda gol, stadion Costa, Sidorno, Costa'da dostları koydu. Orada o şekilde oyun sınırda Qanday kunlarimiz var sportda? futbol. Futbolchi bo'laman dedi. Qanday o'ynab ko'rsatasan? Nechta istay olamiz? Qanday istay olamiz? Sana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamaşa. Ko'p rahmat. Sport bilan aylansak ekan do'stga deya. Tamaşa. Kelasi. Takvamga aytdingiz bormi? Meni takvamga aytasizmi? Alena takvamga aytasizmi? Men qayerdaman? Kichkina qon qismi ko'tarilib turdi vallahi. Shunda unutmaylik. Rahmet derler, o'tira qo'y. Rahmet keladi. Kelesi vallahi. İslam degan bizde taksist bor ekan. Keladi İslam. Kel. Kel bir qarang İslam kel. Ha? Meneki vallahi İslam da bizde taksist. Bizning sinfda bolalar 2 taksist bor ekan. So'ndukdan uyga jeyib bormaymiz ya. İslam og'ay jeng sag'ay desek bo'ldi, nomerni olib olamiz ya. O'ta tomosha o'tira qo'y. Al bolalar kim chaqmog'i bor aytadi? Al endi bolalar. O'sinin barlig'ini aldiyab biz o'tiramiz. O'sinin barlig'ini, bilimning barini kim beradi bizga? Apay, muallim apay chaqiradi. Tinchlanamiz. Kelamiz apay. Meneki. Muallim apayimiz o'rtaga chaqiramiz. Ağustos ayında kilo Ağustos yesette çıkarıyor. Yediye yetmiyor. Yok, onu çıkarıyor. Yediye yetini koysanız, alfamı aytalım. Yediye yetini koysanız, şu olur. Kim atandık bunlar? Yediye yetini. Dört olur. Tamaşa tarda. Biski bez. Koysanız kaç olurdu? Kalmını bırakıp kim atandık ki? Ağustos ayında kilo Ağustos yesette çıkarıyor. Yediye yetini.
Екіге екіні қосамыз. Ал сонда айтты ғой. Екіге екіні қосамыз. Ше болады. Кім айтам деп болар? Екіге екіні. Төрт болады. Тамаша тағда. Беске бес. Қосамыз қанша болады? Бір. Балмұр отырамын. Кім айтам деп келеді? Жоқ, басқа. Шабылмас тез. Беске бес қосамыз. 10 болады. Тамаша. Сөзім бар. Ұстаз болуымдықтың бақтылығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу ерліктің құшағы, ұстаз болу адамның алтындығы. Тамаша. Ұстазымызға көп рахмет айтайын, кәнекей. Қазір барлығымыз бір әнді қонақтармен қосылып айтамыз. Ал жүз отырайық. Bir әнді қазір қонақтармен қосылып айтамыз. Балалар, осы мінеке мұғалім, дәрігер, ғалым, шәкірт, бәрі кімнің алдына шығады балалар? Мұғалімнің алдына шығады. Мұғалім, осы барлық мамандықтың бәрін үйрететін мұғалім. Мұғалімнің жақсы өтті, балалар. Бүгін мамандықтың, тақырыбы мамандықтың бәрі жақсы. Көлемде біз күшті, әр мамандықтың өзінің міндетін білдік. Сабаққа өте жақсы қатысып отырған оқушыларға 5 деген бала. Өте тамаша. Айзере қалай тамаша жауап берді. Рахмет, қонаққа сіздерге.